Қазақ халқының тарихындағы ең ұзаққа созылған ұлт-азаттық соғыс жоңғар шапқыншылығы. Қиып түсер қилы заманда да елерін өсіріп, ұлт тізгінін білекті ұлына ұстатады. Барақ батырдың есімі қазаққа ғана емес, шүршіттер мен қалмаққа да аңыз болып тарады. Ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кеткен қазақ даласының басым бөлігі шығыста жатты. Осындай жаумен көршілес орналасқан өлкеде қазақтың хас батыры Барақ дүниеге келді. 10 жасына дейін әке тәрбиесін көріп, ауылына жау шабады. Анадан да, атадан да ада қалған бала нағашы ағасының тәрбиесінде болады. Қандауыз қалмаққа қалың қол болып барар батырлар да, қолбасшылар да тарих төріне шығатын сәт жақын. Тектілердің орнын толтырып, кек қайтарар ұлды ұлт өзі шақырады. Қазақтың күншығыс елі күршімін азат етуге қалың қарағайлы Найман елінен Көкжал Барақ келді. Sana kafana Көкжал Барақ asana sinirli. Батыр Барақ қазақ жерін қалың жоңғардан азат ету жолында егемендік үшін шешуші шайқастардың барлығына қатысты. Көкжарлы Көкжал Барақ ел басына күн туғанда, ереулі атқа мініп қазақ жерін жоңғар шапқыншылығынан азат етуде елеулі айқастардың барлығына қатысты. Көзсіз батырлығымен көзге түскен жауынгерді Абылай хан күршім жермен мадақтады. Қазақтың хас батыры қалың қарағайлы Найман жасағының қолбасшысы өшпесізін осы өлкеде мәңгі қалдырып кеткені ұрпағына аян. Алаш ұран болған қалың ел, қазақ үшін барын салған жанымен, дөң басына қазық қылып сүйеген, шекараны сызып берген қанымен, өр намысын қазақ үшін қайратты, алдаспандай жау алдында ойнатты, ұрпақтары еш қашанда түсірме, Барақ баба ұстап кеткен байрақты.